Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын етті пирог дайындаймыз. Мен бұл рецепті бұрыннан бері қолданып келемін және де сіздермен бөліскім келіп отыр. Бұнда ең басты нәрсе қамыры. Оның қамыры осындай үгітілмелі, қатпарлы болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге қамырын дайындау үшін жұмыртқа, ерітілген сары май, жылы су, тұз, ұн мен қобызтқыш қажет болады. Ыдысымызға ең алдымен бір жұмыртқаны салып, екінші жұмыртқаның жартысын ғана алып, сарысын пирогтың бетіне жағуға алып қоямыз. Үстіне сары майды қосып, оның үстіне тұз, су қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ғана иліктен өткізілген ұнымыз бен қобызтқышымызды араластырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Міне осындай жұмсақ қамыр дайын болуы керек, және ол қамырды 5-10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Енді салмасына кірісеміз. Менде осындай ұсақтап туралған қой еті. Оның үстіне жаңағы картоп пен пиязды ұсақтап турап салмамызға салатын боламыз. Және де оның үстіне тұз бен бұрышымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте дайын болған қамырымызды жақсылап илеп, оны екі бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыздың, яғни үлкен бөлігін жақсылап жұқа қылып жайып аламыз. Және де протеинімізді дайындап аламыз да қамырымыздың астыңғы бөлігін тегістеп салатын боламыз. Осылай видеода көрсетілгенде қолыңызбен тегістеп жіберуге болады. Толықтай қамырымызды жайып болғаннан кейін ортасына салмасын салып бастаймыз. Және де осылай жақсылап тегістеп алыңыздар. Оның үстіне екінші қамырды илеп, жаңағы пирогымыздың бетіне жабатын боламыз. Және де әдемілік үшін осылай қамырымыздың жан-жақтарын біріктіріп шығамыз. Үстіне дайын болған жұмыртқаның сарысын осылай етіп біркелкі жағып шығып, дайын болған пирогымызды 180 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Пирог мінекей көріп тұрғаныңыздай өте жұмсақ, өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.